Мен әр 25 минут сайын медитация жасаймын. Медитацияны белсенді жасауды былтыр бастадым. 25-ші жылы, осы шамамен қараша айында. Жалпы медитация қатысты мен бұрын үлкен скептик болатын, себебі медитация жасау, үндемей отыру, оның пайдасы не, шыдамым жетпейді деп аса жасамайтын. Бірақ шынымен де осы қарашадан бастап көбірек көңіл бөле бастадым, және медитацияның пайдасы өте көп. Ең алдымен миыңыз кішкене finally демалыс алады. Сіз үнемі осы миыңызды қинайсыз ғой. Скроллингпен бір жұмыс істеп, тіпті әңгімелесіп, әртүрлі іс істеу, оның бәрі миға үлкен қысым. Және медитация кезіңізде миыңыз деп демалып қалады. Екіншіден, мен өзім басында медитация кезінде байқаған пайдам, ол әрине аналитика. Сен не істеп жатқаныңды кішкене басқа қырдан қарайсың. Мен қазір істеп жатқаным дұрыс па, керек пе? Сол жаққа барып, немесе мына нәрсені істеп, дәл қазір мүмкін кейінірек істеймін, мүмкін басқа оңайырақ жолмен істеймін. Және үшіншісі, қазір көріп жатқаным, ол әрине кішкене жаныңыздың тыныштығы. Оны тіпті сөзбен жеткізу қиын. Әр адам өзі сезу керек осы медитацияны. Бірақ естеріңізде болсын, осындай тыныштыққа жету ол медитацияның мақсаты емес. Медитацияның жалғыз мақсаты ол осы жерде, осы сәтте болу. Тіпті ашуланып жатсаңыз да, сізді қандай эмоция толқын сияқты басса да, сол эмоцияны көру, оның куәгері болу, ол эмоцияның ішінде бүйтіп жоғалу емес, оны бүйтіп сырттан көру, мойындау. Сен барсың, мен сені көріп тұрмын, бірақ мен міндетті түрде сені тыңдамаймын. Егер сізге медитация тақырыбы қызық болып, оны тереңірек зерттегіңіз келсе, 2 кітапты ұсына аламын. Біріншісі Садгуруның «Внутренняя инженерия» кітабы, өте күшті кітап. Жалпы осы ішкі дүние танымыңызды кеңейтетін кітап. Екіншісі қазір оқып жатырмын, «Куда бы ты ни шел, ты уже там», Джон Кабат-Зиннің. Ол нақты медитацияға қатысты өте көп практикалық кеңес береді. Осы екеуін оқысаңыз, біліміңіз терең болады.